Пайғамбарымның көрсеткен намазымен не бар ма? Мен білмеймін оны. Қандай айтып жатырмын ғой, ол кітапты немесе видеоны мен көрмегенмін. Бірақ мен сізге көрмесем де жалпы шариғаттағы өкімді айтамын. Қай бір мұсылман, ғалымдар, мұсылман үмбетіндегі 4 мазхабтың қай біріменен намаз оқыса, намаз дұрыс. Жөкті ма жоқ? Ханафи мазхабымен оқи ма, Шафи мазхабымен оқи ма, Малик мазхабымен оқи ма, Хамбали мазхабымен оқи ма, қай мазхабпен оқыса, оның намазы да, дәреті да, зекеті да, хажы да сол адам үшін дұрыс, себебі білгені сол. Қашан осы білген нәрсесінің ішіндегі бір нәрсесі қате болса, оны тастайды. Түсінікті ма жоқ па? Соны тастайды. Болды, кете береді ар жағына. Ол тастап кетеді. Мысал айтайық, осы жерде бір адам Хамбали мазхабымен намаз оқуды үйренген. Солай ма жоқ? Солай, аталарынан солай үйренген. Бірақ білімді адам, сенімді, білімді адам айтты, осы жерде мына амалың дұрыс емес деді. Мынау хадис бойынша былай болу керек деді. Сол дұрыс емес тастайды да, жалып кете береді ар жағына. О менен имам Ахмадқа дұшпан болмайды ол адам. Түсінікті ме жоқ? Болды, осы мен болды Хамбалилерге кәпір болдым, мен басқа мазхабқа көштім деген дейді. Болар мазхабты тастайды, болар мазхабта емес, болар анандай, бұның барлығы өсек. Солай ма жоқ па? Тура сол сияқты біздің елде, бізде ерте күнде оқыған намазымыз солай. Ханафи мазхабымен бола ма, Хамбали мазхабымен бола ма, әйтеуір сонымен намаз оқыдың. Солай ма жоқ па? Әрбір адам әкесінен үйренген, әжесінен үйренген, атасынан үйренген, кімнен болса да сонымен үйренеді, осылай оқи береді. Алхамдулилла. Қашан бір нәрсе қате екенін келсе, тастайды да ашып кете береді. Осылай. Иә, біледі, тастайды, кете береді. Осылай. Сәлеметтік сонда, алхамдулилла. О менен ешкім осы менен мынау қатеде, мынау мазхабты тастаған дін дұшпаны, анау мына бұның барлығы өсек. Осынан айтамыз, қай бір адам, қай ғалымдардың мазхабымен намаз оқса, намазы дұрыс. Кім осынан артық бізге сөз айтатын болса, барлығы өтірік, жала жабылған әңгіме. Біз ешқашан Ахлус-Сунна вал Жамааттың ғалымдарының сөзі бойынша Ханафидің мазхабымен оқылған намаз дұрыс, Хамбалиникмен дұрыс емес, немесе Хамбалинікі дұрыс, Шафиінікімен дұрыс емес деген әңгімені айтқан ғалымдарды, сенімді ғалымдарды білмейміз ондайды. Бірақ біліп тұрып, қате екенін көріп тұрып, тастаған адамдікі намаз дұрыс емес болады онда. Түсінікті ме жоқ па? Яғни қазір айтайық, аяғын бір шетін жақсы жуған жоқ. Солай ма жоқ па? Ол ойлаған, сол бір шамалап жуса болды деп. Тобығы бағана, тобық дей ма, не дейді? Аяқтың екі несі? Сүйегі. Соны дұрыс толық су тигізген жоқ. Толық тигізуін керек, себеп аятта мынандай деп айтып жатыр. Хадисте осылай деп Наби саллаллаху алейхи ва саллям істеген десе, білсе, содан кейін тобығын қосып жумаса, енді намаз емес. Білмегенше өзі білгеніменен намазы дұрыс бола береді. Түсінікті ме? Осылай. Аллаху алейкум.